Сәлем баршаңызға. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін голубцы сорпасын дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Қазанымызға азғантай 1-2 ас қасық сұйық май құйып, пияз бен сәбізімізді майдалап турап қуырып аламыз. 3-4 минут қуырылған соң томат пастасын салып, тағы да араластырамыз. Жақсылап қуырып алған соң үстіне суық су құямыз. Сорпамыз қайнағанша голубцыйымыздың салмасын дайындаймыз. Пиязымызды ұсақтап турап, үстінен жуылған күрішімізді салып, фаршымызды қосып, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Мен тұз және қара бұрыш қостым. Жарты кесе су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Болгар бұрышын алдын ала тазалап аламыз. Ішіне салмамызды салып, ортасын ашық қалдырамыз. Видеодағыдай көрсетілгендей. Себебі күрішіміз піспеген. Піспей қалуы мүмкін. Осылай жасасаңыздар, әдемі болып піседі. Сорпасы қайнаған соң, тұз, дәмдеуіштерді салып, картопты қосамыз. Үстінен дайындаған голубцыларымызды саламыз. Қайнаған соң, астын жай отқа қоямыз. 1 сағаттың көлемінде өте дәмді голубцыларымыз дайын. Қалауларыңызша оқырып қоссаңыздар да болады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.